Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Санчо. Мен бірге блогершыларыңызды сетаганрок серверіне кір. Ойынға кірген мен Санчоны работа дейтін атын жазатын болсаңыздар сіздерге үшінші рөлге жеткеніңіз 50 рубль береді. Ал енді көп сөйлемей видеоны бастаймын. Видео басталса мен вишка баратын боламын ғой. Жүгілімен айыртыр бақ соқтық. О, мынадай екен. Ең ковачка екен атысы мынау соққан несе кесе түсе атысы екен машинасын бұзып тастайықшы. Мә просто аз-ақ секунд қалды, бір 20 секунд қалып кетті. Давай ат машинасын сындыртсаң бас. Ой, мынау соға берген несі. Енді так нәуетке тұрып алайын қазір. Қазір ойлаған отырмын, ё-моё. Мә 7 секунд қалды болсай. Ой, болды. Навичка по-любому мен аламаймын, өйткені соға береді, түспейді, атыспайды, анарап кетті енді. Мал болып қалдық просто. Менде осы Эмилия болған соң сатып жіберген маркетплейсқа 1.500.000 сатқам, комиссиямен маған 1/4 кеп тұрген. Енді нормально 1/4 деп комиссиямен кеп тұрген. Менде VIP платин болған кейін 1/4 келген шығар деп ойлаймын енді. Мен мынандай бір номерді сынай деп тұрмын. 333XX дейтін. Тек мына жерге 1 5 вообще 1.500.000 отырмын. Қысқаша айтасақ, тек мына жерде 3 жазайық, 1-2-3 дейміз да, и далее дейміз, и басамыз. И анау басады, тек мен де басамын. Подроид етті басып алдық та, тағы басайық, подроид. Анау басы кереккен бәсе, 1,5 миллион осындай нөмір сатып алдым анынше. Машинаның нөміріне ма тағы қоямын енді. Осыны мен демон көрген болатынмын же. И осыны тек 2 миллионға алатын болам. Ровно қолда 2 миллион, и фамаға алатын боламын. Китай деп жазайық, тастамай тұр ғой. Осы қарамын, зор болып тұр. Гидробалка бар еще бұл. Спортный гидробалка еще изінс жоқ. Бір жағынан жақсы, әдемі, зор. И күтейік. Басай, уақыт жоқ менде. Молодец. Кеттіген бұл машинасын өзгерту керек. Вообще, өзіне осындай жүгілі болған енді. И мен бұны қазір сатып жіберетін болам. 240 сатқан болатынмын. Енді тағы бір машина бар. Тағы бір машина осы Audi. Осы маған подаркаға берген болатын. Енді осыны сатып жіберетін болам. 650.000-ға тек қабылдаса, міне 650.000-ға сатылды, и болды. Қазірше вообще семьяның автопаркі осындай болып тұр енді. И семьяда бір спидияқта бар. Крем дейтін болсаңдар, осы болды. Осыған сай мен осы Таганрог серверде, осы серверде Таганрог мынандай аккаунт ойнатпақшымын. 22-ші регендік. И осы аккаунтты ойнатамын вообще. Бұның шарттары оп-оңай. Осы YouTube арнаға тіркелесің, осы видеоға лайк басасың, и комментария мен қатысам дейтін болсаңыздар, и сіздердің біреулеріңіз ұтып аласыздар енді. Болды. Вообще мен достар фаманы жабатын болам. Енді қайтадан ашпайын деген жоқ, бірақ ашам да кейін, бірақ қазір жабатын болам. Бір ақша жинап болғаннан кейін барып ашпасам, ата қиындау екен автопарк алуға енді. Фаманы жауып, и бір семьяға кіре тұрамын ғой енді. Жаңағы семьядағы ақшам машиналарды сатып, и осы батырей одан гараж алайын деп отырмын. Мен 4.200.000 алайын деп отырмын. И әдемі деп ойлаймын енді, арзанға алып 4.200.000. И осы міне. И менше вообще семья ашатын болсам, қазір осы жерге автопарк бірінші жинап аламын, одан кейін бұл сайбама Карекинадан томағаннан кейін барып, мен вообще семья ашатын боламын. И мына жерде машина шығарып көреміз. И мені әдемі болып тұр. Осыны фамаға қосып қоямын. И бір томағаннан кейін барып семья ашпасам, енді кейін ашамын. Жаңа мен ішім пысырып жатқаннан кейін казино барған болатын 500.000 теңгемен, и 9 миллион теңге болды. И ревардтан ақшаларды алып қалсам 10 миллион теңге жинап алдым. И осыған енді автопарк аламын. Міне енді осы менің гаражым. И жаңағы автопарк 10 миллион теңгеге алған машиналар міне. Алпыс, Мерседес, анау мынау дегендей осы
6 машина алған болатын. Семья ашқанда осы 6-ын да салып қоятын болам. Ал енді осымен фама дамыту 4-ші серия аяқталды. Ал енді видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңізші. Ал енді көп сөйлемей давайте.